Елімізде жастарды әскери патриоттық рухта тәрбиелеуге ерекше көңіл бөлініп келеді. Осы бағыттағы жұмыстардың бірі Тараз қаласында өтті. Аумақтық қорғаныс бригадасының базасында алғашқы әскери дайындық пәні оқытушыларына арналған оқу әдістемелік жиын ұйымдастырылып, онда заманауи әскери білім беру тәсілдері мен тәжірибелік дайындық бағыттары қамтылды. Аумақтық қорғаныс бригадасының базасында алғашқы әскери дайындық пен оқытушыларға арналған соңғы жылдары әскери білім беру жүйесінде заманауи қауіп-қатерге бейімделу, тактикалық дағдыларды күшейту және оқыту әдістемесін жаңарту бағытында ерекше назар аударылып келеді. Осыған сәйкес өткен жиынға өңірден 100-ге жуық педагог қатысқан. Қорғаныс министрлігінің басшылығымен алғашқы рет бастапқы әскери даярлық мұғалімдерінің оқу әдістемелік жиын өткізіліп жатыр. Жиынның ең басты мақсаты әскери патриоттық салада енгізілген заңнамалық актілердің толықтырулар мен өзгерістерін жеткізу және қазіргі заман талабына сай жасалған бастапқы әскери даярлық кітабының жаңа үлгісін көрсету, таныстыру болып табылады. Бағдарлама аясында оқытушылар тәжірибелік форматта дайындықтан өтті. Олар тактикалық қозғалыс, атыс кезіндегі қауіпсіздік ережелері, әскери және алғашқы медициналық көмек көрсету тәсілдерін пысықтады. Сонымен қатар қазіргі әскери тәжірибеде өзекті болып отырған ұшқышсыз ұшу аппараттарын қолдану және оларға қарсы әрекет ету бағыттарында қамтыды. Бұл бағдарлама бізге өте көп тәжірибе алмасып жатырмыз. Біз бастапқы әскери дайындық мұғалімдері осы жерде нұсқаушы сержант мырзалар, офицер мырзалардың арқасында көптеген тәжірибе алмасып, бізге өзімізге бұрынғы өткен сабағымыздағы оқулықтарымызды жаңартып, біз бұл жерде көптеген тәжірибемен алмасып, бізге өте көп пайдасы болды. Мамандардың айтуынша, мұндай оқу әдістемелік жиындар алғашқы әскери дайындық пәнінің мазмұны жаңартуға және оқытушылардың кәсіби деңгейін арттыруға мүмкіндік береді. Нәтижесінде мектептерде берілетін әскери білім тек теориямен шектелмей, нақты өмірлік жағдайда бейімделген практикалық дағдылармен толықтырылады. Назерке Берегенғали, Айдос Қыстаубек, Қордай 24 Ньюс.